Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге керемет рецептін көрсететін боламын. Ол балғын тәтті болып шығатын, ашытқы сүттен жасалатын керемет құймағымыз. Егер де сіздерге мен каналым ұнап жатса, видеоларым ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліңіздер және де осы видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқамызды саламыз. 3-4 ас қасық қант саламыз. Және де үстіне 5-6 қасық сұйық майымызды құямыз. Барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Қантымыз жақсылап еріп кету керек. Енді үстіне біз ашыған салқын сүтімізді құямыз. Жақсылап тағы бір рет араластырамыз. Енді үстіне шай қасық тұзымызды саламыз. Енді бізге ұнымыз қажет және де разрыхлителіміз қажет. Разрыхлитель болмаса, шай қасықпен 0,5 содасын қосуға болады. Қазір разрыхлителімізді саламыз. Енді бүкіл ұнымызды үстінде саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Комок болмау керек. Мінекей барлығын жақсылап араластырдым. Енді қайнаған ыстық суымызды 200 граммдай қосамыз. Тағы да жақсылап бір араластырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай сұйық қамырымыз шықты. Осында керемет сұйық болады. Қызып тұрған табамызға үстіне бір ожаудай құймағымызды құйып аламыз. Осылай көпіршіктеріміз шығады. Лопатаның көмегімен жақсылап итеріп аламыз. Жандарын ашып аламыз. Осылай екінші жағын пісіреміз. Тағы біреуін көрсетейін қазір. Жақсылап құймағымызды құйып аламыз. Осылай көпіршіктері шығады. Сосын лопатаның көмегімен жақсылап шеттерін қайырып аламыз.
Мінекей осындай керемет балғын құймақтарымыз шықты. Өте дәмі тіл үйреді. Міне осындай керемет болып шыға келеді. Міндетті түрде үйде жасаңыздар. Және де менің рецептім сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше ас болсын.